сәлем! Және де бүгінгі біздің видео әртүрлі университеттер мен стипендия Хунгарикум Түркия бурсалары сияқты программаларға түсу жайлы болады. Ал ендеше кеттік. Мен ВГТУ, яғни Vilnius Gediminas Technical University, және де БМЕ, ол Budapest University of Technology and Economics, және де ITU, Istanbul Technical Universityға түстім. Құттықта қойсаңдар болады. Бірақ мен ол университеттердің әрине тек біреуін таңдауым керек, және де қайсысын таңдағанын мен әлі айтпаймын. Ең бастапқыда әр университетпен қысқаша таныстырып кетейін. Бірінші түскен университетім ол ВГТУ. Ол Литва, яғни Литваның астанасы Вильнюс қаласында орналасқан Литваның ең керемет деген университеттерінің бірі. Және де айтып кетейін, барлық университеттерге мен тек бір мамандық бойынша мамандыққа тапсырдым. Ол архитектура. ВГТУ мен БМЕ, яғни Будапешттегі университеттерге мен Architectural Engineering, ал Стамбулдағы Istanbul Technical Universityға мен жай ғана архитектураға түстім. Және де ВГТУ мен БМЕ-нің екеуінің бір ұқсастығы бар, себебі ол жерде мен 5 жыл оқушы едім. Яғни 5 жыл ол one year masters, яғни бакалавр мен магистратураны бірге жауып, ең соңында 5 жылдан кейін екі дипломмен да, мүмкін, білмеймін, бакалавр мен магистратураны бірге бітіремін. Ал ITU, ол жерде мен тек қана 4 жыл оқимын. Яғни тек қана 4 жыл бакалавриат архитектураны. Ал енді басына оралайық. ВГТУ, ол жерде маған грант берілді, бірақ стипендия жоқ. Яғни мен тек қана оқу ғана ақысыз. Ал ол жерде тұру, даже общежитие, яғни жатақханаға да сен өзің төлеуің қажетсің. Және де ол негізінде жаман болды. Себебі мен толық грант алғым келді, бірақ ол жерде толық грант болмады. Тек қана оқуға ғана гранттар берілді. Және де өмір сүруіне, тамаққа, ол жерде тұратын жеріне, барлығына өзің төлейсің. Және ол жерде Вильнюста, әсіресе Литвада өмір негізінде қымбат, өйткені Вильнюс оның астанасы, және де біздің астанаға қарағанда өмір 52%-ға, немесе 54%-ға ма қымбатырақ, яғни азық-түлікте, бірдеңені жалға алу, жалдау, үй барлығы қымбат тұрады. Сондықтан мен ол жерден бас тарттым ол университеттен. Бірақ негізінде ол университеттің архитектура саласы, инженерия саласы өте жақсы дамыған болған. Бірақ тағы да бір айта кететін жағдай, ол мен ВГТУға ең басында түстім. Яғни басқа университеттер, Будапешттегі және Стамбулдағы университеттер әлі белгісіз болған, түстім бе, жоқ па. Сондықтан мен сол жерге, как запасной вариант сияқты, на всякий пожарный 110 ба 115 мың теңге төледім. Яғни ол қалай айтса болады, университетке түстім, және де мені кандидат ретінде қарастырыңыздар деуге арналған ақша болған. Сондықтан мен оны төледім. Бірақ ол ақша әумин жоқ болды. Себебі мен басқа университетті таңдадым. ВГТУ университетіне мен қосымша интервью өткен болатынмын, ағылшын тілінде әрине де. Бірақ ол интервью онлайн форматта болды, және де ол жерде арнайы сайтқа кіресіздер, және де сұрақтар тұрады. Компьютер арқылы видео қосасыз. Сол видеоға, сол сұрақтарға жауап бересізде, ары қарай басқа сұрақтарға жауап беріп өтіп отырасыз. Яғни сен мен адам емес, жай компьютер, сайт және сайттағы сұрақтар, және өзіңді сен видеоға түсіруің керексің 1 минут ішінде ме? 1 минут дайындауға беріледі. Солай 2 попытка беріледі. Сол.
Ал екінші университет ол Budapest University of Technology and Economics. Қысқаша айтқанда БМЕ. Ол университетте Будапешт қаласында, яғни Венгрияда орналасқан. Мен ол жерде стипендиум Хунгарикум бағдарламасы бойынша түстім. Және де ол бағдарламаға түсу үшін мен ең басында заявление толтырасың, одан кейін интервьюдан өтесің, бірақ ол интервью болашақпен байланысты, өкінішке орай негізінде. Және де үшіншісі ол уже сенің таңдаған университетің бойынша олардың entrance exams, яғни экзамендерін тапсырасың, тест немесе мүмкін басқаларда тағы да бір интервью болатын шығар, білмеймін. Менде ол физика және де математика пәндерінен тест болды, және де ол онлайн болды. Сондықтан ондай қатты қобалжыған жоқпын, бірақ онлайн болғанда әсіресе физика кішкене қиындау болды, және де уақыт тез бітіп қалды, сондықтан солай. Және де ол жерге мен архитектураға түскендіктен, architectural engineering, ол жерге мен өзімнің портфолиомды тапсырдым, яғни 2 жыл бойы жасаған портфолиом. Негізінде ол 2 жыл емес, 1 жылдың ішінде жасалған жұмыстарым. Солай. Ол жердің плюстары ол стипендиум Хунгарикум, яғни Венгрия мемлекеті өзі бізге оқуды да, стипендияны да барлығын төлейді, және де тұратын жеріміз, яғни жатақханаға да өздері төлейді. Және стипендия ол жерде 42.700 ба, 47.000 ба, есімде жоқ, солай. Қазына жерге жазып қоям, дұрыс санын форинт, яғни 150 евро. Ал егер, мысалы, мен жатақханада тұрғым келмесе, бөлек өзім үй немесе квартира жалдағым келсе, онда маған 110 евро төлейді қосымша, яғни тұруға. Сондықтан әрине де сен Будапештте, Венгрияның астанасында 110 евроға ешқандай жалдамалы үй таба алмайсың арендаға. Сондықтан егер басқа біреулермен қосылып, қыздармен бірге тұрсам, онда мүмкін болушы еді. Үшінші университет ол Istanbul Technical University. Ол жерге мен Түркия бұрсылар бағдарламасы арқылы түстім. Және де мен білмеймін, ұмытып қалдым қай айларда, ақпан айында ма соңы болды. Ол жерге мен өзімнің заявлениемді жаздым. Одан кейін негізінде ұзақ уақыттан кейін мен ол туралы ұмытып кеткенде олар мені интервьюға шақырды. Алматыға, яғни там Алматы мен Астананы ең басында таңдайсың, қай жерге интервьюға бара аласың. Мен Алматыны таңдадым, сондықтан мені сол жерге интервьюға шақырды. Интервьюда негізде түріктер отырды, Турциядан келген, білмеймін, екі адам, және де бір қазақ апай, яғни ол қазақша, орысша, ағылшынша аударып отырды. Мен негізі қазақша сөйледім интервьюда, себебі бір жерден, біреудің видеосына мен Түркия бұрсыларда қазақша немесе түрікше сөйлеген тиімді деп айтқан біреу. Сондықтан мен түрікше білмеймін, қазақша сөйлеуді ұйғардым. Одан кейін мен архитектура жайлы, Турцияның архитектурасы жайлы, оның әйгілі архитекторлары, және де ондай қандай стильдер кездеседі сол жайлы айттым интервьюда. Және де оның интервьюдің алдында біз математика және логикадан тест тапсырдық. Ол тест негізінде қиын болды, себебі логика жағы оңай болды. Ал математика жағында мен мүлде көрмеген, есепті шығармаған сондай нәрселер келді. Мектепте тіпті оқымаған, сондықтан мен кішкене қиналдым, және де кейбіреулерін тастап кеттім. Ал логика жағын негізде жақсы болды, бірақ мен оны аяқтап үлгермедім өкінішке орай, себебі тек 20 минут берді ма, аз уақыт берді, сондықтан барлығын жасап үлгеру білмеймін, мүмкін бе, жоқ па, солай. Бірақ мен тестім негізінде жақсы болды деп айта алмаймын, бірақ интервью нормально өтті. Солай мен негізінде бірінші Түркия бұрсыларына таңдағанда
сен 12 университет таңдай аласың. Ал мен 12 университет емес, тек қана 2 университет таңдадым. Менің өзімнің архитектура бойынша Түркиядағы ең жақсы университеттер, техникалық университеттер таңдадым. Сол ең біріншісі негізінде менің бірінші таңдауым ол METU болды. Ол Middle East Technical University. Ол прям Түркиядағы керемет вуз. Ал екіншісі ол осы ITU болды. Бірақ мені METUға емес, ITU, яғни Istanbul Technical Universityға қабылдады. Бірақ ең соңында мен негізінде ITUды қарастырған жоқ та болатынмын, ол туралы дұрыс қараған жоқпын. Жай былай Турциядағы жақсы университеттерді қарап шыққанмын, болды. Бірақ, как оказалось, ITUда METUдан кем емес екен. Ол университет өте жақсы, әсіресе архитектура саласында дамыған жақсы университет екен. Осылай мен интервьюлар және де портфолиом арқылы университеттерге түстім. Негізінде университеттерге түсу онша қиын емес. Және де осы университеттердің барлығына менде негізінде бір шаблонды motivation letter болды. Және де ол жақсы болды. Ол негізінде жақсы құралған, жақсы жазылған болды, себебі менің жетістіктерім жайлы, менің активитистерім, экстракуррикулар жайлы тағы қосып жазған болатынмын. Бірақ мен америкадық университеттерге де берген болатын басында. Бірақ олардың ешқайсысына мен түскен жоқпын, барлығы reject болды, өкінішке орай. Және де ол жерде менің motivation letterім басқа болды, және ол шыны керек жаман болған негізінде. Онда менің жетістіктерім мен архитектураға қатты былай байланысы жоқ болды. Сондықтан мен түсінемін неге мені режектнули. Солай. Және де негізінде ең осы қиын немесе эмоционалды қиын және де шаршатып жіберетін жағдай ол университетке түсу барысы емес. Университетке түсіп алғаннан кейін таңдау жасау. Себебі шын сен бірнеше университетке түсіп алдың, барлығы жақсы, барлығы да керемет болып көрінеді, және де сен қайсын таңдарын білмейсің. Әрине таңдау болған керемет, бірақ таңдау жасау да өте қиын. Және де осы университеттерге түсу үшін визаға тапсыру, документтер толтыру, оның барлығы да негізінде қиын. Сондықтан барлығына дайын болыңдар, документтеріңді барлығын копияларын ертерек жасап алыңдар. Сол дайын отырыңдар университетке түсуге. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қалаған университеттеріңізге бакалавр, магистр немесе докторантураға түсіп кетулеріңізге мен тілектеспін. Сау болыңыздар. Ал менің қай университет және де неге сол университет таңдағаным жайлы сендер келесі видеода біле аласыздар. Сондықтан келесі видеоны күтіңіздер. Лайк қойып, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Ағайын, мен өзімнің штативімді сындырып алдым. Просто мен басы на домалақ штукасы түсіп қалды. Міне қазір ол қандай. Просто керемет, молодец, найс. Жай ғана жөндейін деп едім, оны дұрыстап, но ол сын қалды. Карман деген қалай қазақша? Өз карман. Неме айтқым келді. Есімде жоқ. Есімнен кетіп қалды. Екіншісі.